Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем, арнамызға жазылыңыздар да, денсаулықты бірге сақтайық. Әрине, 60 жастан кейін шомылу кезінде жиі кездесетін 15 қатені және оларды болдырмау жолдарын төменде ұсынамын. Бұл кеңестер сіздің денсаулығыңызды сақтауға және шомылу процесін қауіпсіз әрі жайлы етуге көмектеседі. 60 жастан кейін шомылу кезінде жиі кездесетін 15 қате. 1. Су температурасын дұрыс реттемеу. Қартайған сайын терінің температураны сезіну қабілеті төмендейді. Бұл күйікке әкелуі мүмкін. Шешімі: судың температурасын 38-43 аралығында ұстаңыз. 2. Сабынды шамадан тыс пайдалану. Көп мөлшерде сабын қолдану теріні құрғатып, тітіркендіруі мүмкін. Шешімі: майлы және хош иіссіз сабындарды таңдаңыз, тек қажетті аймақтарға қолданыңыз. 3. Ылғал сүлгілерді қайта пайдалану. Ылғал сүлгілер бактериялар мен зеңдердің көбеюіне себеп болады. Шешімі: сүлгілерді аптасына кемінде 1 рет жуыңыз және толық құрғатыңыз. 4. Қауіпсіздік құралдарын пайдаланбау. Тұтқалар мен сырғанаудан қорғайтын төсеніштердің болмауы құлау қаупін арттырады. Шешімі: жуыну бөлмесіне тұтқалар орнатып, сырғанаудан қорғайтын төсеніштер пайдаланыңыз. 5. Суық немесе ыстық бөлмеде шомылу. Температураның күрт өзгеруі денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Шешімі: жуыну бөлмесінің температурасын жайлы деңгейде ұстаңыз. 6. Душта ұзақ уақыт тұру. Шешімі: жуыну бөлмесінде телефон немесе дабыл жүйесін ұстаңыз. 14. Жуыну бөлмесін желдетпеу. Ылғалдылық зең мен бактериялардың көбеюіне себеп болады. Шешімі: жуыну бөлмесін шомылғаннан кейін жақсылап желдетіңіз. 15. Қолайсыз киім кию. Қатты немесе тар киімдер теріні тітіркендіруі мүмкін. Шешімі: жұмсақ, кең және ауа өткізетін киімдерді таңдаңыз. Қорытынды: 60 жастан кейін шомылу кезінде қауіпсіздік пен тері күтіміне ерекше назар аударыңыздар. Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем, арнамызға жазылыңыздар да, денсаулықты бірге сақтайық.